Қасым-Жомарт Тоқаев неше тіл біледі? Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ана тілінен бөлек орыс, ағылшын және қытай тілдерін жетік меңгерген. Сондай-ақ француз тілінде сөйлей алады. Ол біздің елшілікте, кеңес үкіметінің Қытайдағы елшілігінде жұмыс істеген. Ағылшын тілінде, Қытай тілінде жетік біледі. Ол елшіліктегі Қытай тілін ең жақсы меңгерген болатын. Елшіге тамаша аударып беретін, деді БО бас хатшысының бұрынғы орынбасары Сергей Орджоникидзе РИА Новостиге берген сұхбатында. 1970 жылы Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтына оқуға түсіп, 5-ші курста КСРО-ның Қытай Халық Республикасындағы елшілігінде жарты жыл диплом алды, тәжірибеден өткен. Ал 1983 жылы Бейжің лингвистикалық университетінде 10 айлық тағылымдамада болған. Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай тілінде еркін сөйлейтінін 2016 жылдың 6 желтоқсанында Аспан асты еліне сапары кезінде Қытайдың халықаралық проблемаларды зерттеу институтында көрсеткен болатын. Ал 2018 жылдың маусым айында BBC арнасына ағылшын тілінде сұхбат берген. Ресейде өткен футболдан әлем чемпионатында Франция құрамасының жеңісімен француз тілінде құттықтаған. Қасым-Жомарт Тоқаев желіде белсенді, жуырда 5 тілді меңгерген президент ағылшын тілін 1-ші сыныптан үйретудің қажеті шамалы екенін, әуелі қазақ және орыс тілдеріне ден қою керек екенін жазған болады. Қолы бос кезде кітап оқығанды ұнатады, әсіресе мемуарлық, тарихи және көркем әдебиеттерді сүйіп оқиды екен.